Айдынды өңірдің айбынды өлкенің айбарлы аймағының бірі Қабанбай ауылдық округы. Шорал қаласынан оңтүстікке қарай 55 шақырым жерде Шынжылы өзенін жағалай туын тіккен округ үлкендігі жағынан аудан орталығынан кейінгі екінші орынға жайғасқан. Тарихты қалыптастыратын және одан әрі өрбітетін де халық. Ал жер тағдырының ел тағдырынан бөлінбес бір тұтас екені о бастан белгілі. Дала ділмәрлері атанған дана халқымыз әр өңірге атау бергенде сол жердің тарихи тамырына бойлап, өлкенің ерекшелігі мен маңыздылығына жүгінген болатын. Сондай аймақтардың бірі Қабанбай ауылдық округы. Қазақ руханиятының дара батыры, дана батыры Дарабоз Қабанбайдың есімімен аталған округ алғашында Борша деген атты еншілеген. 1993 жылғы қаңтарда облыстық кеңестің шешімі бойынша халық депутаттары Андреевка селосы Қабанбай ауылы болып бекітілді. Сонымен қатар Қазақстан Республикасы кеңесінің қаулысы бойынша Андреев ауданы Үйгентас ауданы болып өзгертілді. Араға 400 жыл салып, Үйгентас ауданы Алғыл ауданына қосылды. Туған өлке адамға қашанда ыстық көрінері хақ. Оны тал бесіктен талмай баққан анаға теңейміз. Ата-бабамыз балаққа дейін қан кешіп, жалғыз ат, жалаң қылышпен қорғап қалып, ұрпақтарға аманат еткендіктен отанымызға балаймыз. Туған жерге деген махаббат күйі қазақтың қай баласының болмасын көкірегінде көмірлеп тұратынына шек келтіре алмаймыз. Талай текті тұлғаларды түлеткен аталмыш округ екі елді мекеннен құралған. Домбыраның қос шегіндей жарасқан Қабанбай және Жамбыл ауылдарында 6500-ден астам халық тату-тәтті тірлік кешуде. Дорогие друзья, сегодня в первую очередь хотелось бы сказать и выразить благодарность нашему президенту в том, что он поддерживает этнокультурные центры и проводит такую политику, чтобы этнокультурные центры могли демонстрировать свою культуру, свой быт, свой уклад жизни и взаимодействовать с народом Казахстана в мире, дружбе и процветании. В нашем районе проживает около 16 этносов, и в том числе этносы славянско-культурного центра, татарского центра, которые имеют возможность выступать на различных площадках и показывать свою культуру, свой быт, свои традиции, тем самым позволяет жить в мире, дружбе и процветании нашей республики. Округте бір мәдениет үйі, орталық және балалар кітапханасы, 3 білім мекемесі мен балабақша қызмет етеді. Қаракерей Қабанбай Батыр атындағы тарихи өлкетану музейі 1991 жылы өз жұмысын бастады. Содан бері мұражай жылдан жылға көркейіп, жәдігерлер мен мәдени құндылықтарды көпшілік назарларына ұсынуда. Халық депутаттарының Андреев аудандық кеңес атқару комитетінің 1988 жылғы 29 наурыздағы дайын тұрған ғимаратты тарихи өлкетану музейі ретінде ашуға құрылыс бастау туралы шешіміне орай мұражайдың құрылысы 1990 жылы қазанда басталып, 91 жылы тарихи этнографиялық музейі болып жұмыс істей бастады. 1993 жылы Қаракерей Қабанбай Батыр есімі берілді. Бұл мәдениет саласы ежелгі дәуірден басталып сақталып келе жатқан қасиетіміз. 40 жыл осы мәдениет саласында еңбек етіп, осы мәдениет саласындағы жаңағы жақсы өзгерістерге көңіліміз толады, жақсы қасиеттеріне қуанамыз. Алайда кейде бір кішкене өзіміздің толғандыратын нәрселер бар. Ол біздің мынау ұлттық аспаптарда ойнау, жаңағыдай дәстүрлі әндерді айту саласында біздің жастарымыз бет бұрыстарын кішкене дүзесе артық болмас еді. Көбі жастарымыздың қазір эстрадалық жанрға көшіп, бұл сала жаңағы нетіп қалды.
қазір міне ауылдық жерлерде ауыл алтын бесігім деген үлкен бағдарламалары жүріп жатыр. Оған да қуанамыз. Себебі ауылдың кішкене мәдениеті, ауылдың гүлденуі осы бәрі сол өзімізге байланысты. Сондықтан осы ауыл үшін бәріміз мәдениет саласында ат қосып еңбек етсек, ол артық болмас еді. Ал енді осы дәстүр бойынша қазір ауылдық жерлерде талай мәдениет үйлері ашылып, оның техникалық базалары жаңарып, киімдермен толықтырылып жатыр. Біз қуаныштымыз. Енді осы ондай үлкен шараларға ұйытқы болып, көмектерін тигізіп жатқан облыс әкімі Амандық Баталовқа, жаңа облыстық мәдениет саласының қызметкерлеріне біз рахметімізді айтып отырып, осы әрқайсыларыңызға бақыт, жеміс, денелеріңіз саулық тілеймін. Округты 3 мектепте 1000-нан астам шәкірт білімін шыңдауда. Бұл жерлерде барлығы 137 мұғалім қызмет етеді. Сонымен қатар Қуаныш балабақшасында 134 бүлдіршін тәрбиеленуде. Бүгінгі таңда бұл өңірде 92 нысан халыққа қызмет көрсетеді. Олардың 52-сі дүкен, 11-і қоғамдық тамақтану орны және 31 тұрмыстық қызмет көрсету орталықтарды. Солардың ең ауқымдылары Береке жауапкершілігі шектеулі серіктестігі мен Искарка сауда орталығы. Сондай-ақ ауылымыздағы мал шаруашылығын, ауыл шаруашылығын дамытып отырған жауапкершілігі серіктестіктің бірі Тау Самал ЛТД компаниясы. Серіктестік орта кәсіпкерлік субъектісі болып табылады. Серіктестікте 50 адам тұрақты қызмет етеді. Мемлекет басшысының болашаққа бағдар рухани жаңғыру атты мақаласында көтерілген туған жер бағдарламасы аясында Жер-су корпорациясының басшысы Бауыржан Кеңесбекұлының ұйытқы болуымен ауылдық мәдениет үйінің спорт залына қайта жаңғырту жұмыстары жүргізіліп, халық игілігіне берілді. Қазақстан Республикасының президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев елбасы болашаққа бағдар жаңғыру жолдауы қазақты бір серпілтіп, елдің рухани жаңғыруын қанаттандырды деуге болады. Елдің тілге деген, дінге деген, мәдениетке деген, ғұрыпқа деген, тарихқа деген өзгерістер болып жатыр. Бүгінгі жаһандану дәуірінде түріктің, ұлы даланың ұрпағының мәдениеті әлемге әйгілі болды. Біздің мәдениетіміз кеше күндер сөніп қалған болса, бүгін құшақ жая мақтанышпен мен қазақпын деп айтуға келетін дәуірге жетті. Осы мәдениеттің бағдарламасын іске асыруда Алматы облысының әкімі Амандық Баталов, киелі Алакөл ауданының әкімі Әлібек Жақанбаевтар үлкен тартымды істер жүргізіп жатыр. Мұны біз бұқаралық ақпарат құралдарынан оқып, көзімізбен көріп отырмыз. Осы әкімдерге шынайы ықыласымды білдіргім келеді. Ал енді еліміз мәңгілік ел болу үшін мәңгілік мақсатты орындағанымыз жастарымызды жемқордың құлы емес, отанның ұлы болдырады деп сенемін. Осыған орай өзімнің батамды берейін. Бисмиллахир-рахманир-рахим, Расулалла, иля иляха илlallah, Мұхаммед Расулалла. Аса мейірімді, ерекше рақымды Алланың атымен бастаймын. Жұртымыздың жүрегі, Астананың 20 жылдығы, киелі мекен Алакөлдің 90 жылдығы құтты болсын. Республикамыздың алтын тұғыры мықты болсын. Исі қазақтың басына кетпес ырыс, қайтпас бақ қонсын, алтындаған тақ болсын. Ана тілім баптаған алталаштың баласы ақиқатқа жақ болсын. Ақсақалдарымыз ардақты болсын, азаматтарымыз салмақты болсын, апаларымыз сыйлы болсын, ұрпағымыз мыйлы болсын, келіндеріміз келісті болсын, ұлдарымыз ұлықты болсын, қыздарымыз қырықты болсын. Бүгінгі жас өспірім жеткіншектеріміз күлдей болып жайнасын, бұлбұлдай болып сайрасын, құрыштай болып қайнасын, есей білімге терең бойласын, есейіп өсіп бер жетіп, елінің қамын ойласын, ана тілімізді баптасын, дәстүрімізді сақтасын, сенімімізді ақтасын. Әумин. Сонымен қатар Омар Молдағажин атындағы мектептің ауласына Абыз қарияның балалары 8 миллион теңге спорт алаңдарын тұрғызды. Алдағы уақытта Молдағажиннің кеуде мүсіні мектеп алдына орнатылмақ.
округте мәдениет саласында ерен еңбегімен танылған тұлғалар да жетерлік. Күйші, әнші, биші, әдебиет майталманы, ақын, жазушы бұл ауылда барлығы да баршылық. Солардың ілкімдісі Әнуар Әлімжанов, жазушылық және журналистик сананың жілігін шағып, майын ішкен дара тұлғаның атағы жайлы айтпаса да анық дүние. Ел игілігі үшін ерен еңбек еткен ердің мүсіні бүгінгі таңда Қабанбай ауылындағы орталық саябаққа орнатылған. Міне, дарабоз батырлардың, адуынды ақындардың бейбітшілік пен бірлік сынды ұғымнан аластамаған тұрғындардың киелі мекені осындай. Баһадүр бабамыздың есімін ұлықтаған округ Қазақстан қартасындағы ынтымағы жарасқан өңірдің бір екендігі айқын. Осы ымырашылдықтың арқасында мемлекет болашақ үшін әлі талай белестерді бағындырып, биіктерден асары сөзсіз. Тарихы тамыры тереңге бойлаған келешегі кемел Қабанбай ауылдық округіне қош келдіңіздер.